Қалдарыңыз қалай, құрметті оқырмандар? Бүгін сіздермен осындай өте дәмі керемет болып шығатын королевский барқыт тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып, және де қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқамыз бен қантымызды осылай жақсылап араластырып аламыз. Видеода көрсетілгендей қантымызды бөліктерге бөліп қосыңыз. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ таза болу керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай көлемі ұлғайып әдемі болып шықты. Келесі кезек бізде құрғақ қоспаларымызды дайындаймыз. Сол үшін алдымен електен өткізілген ұнымыздың үстіне 2 чайная ложка разрыхителімізді салып, екеуін осылай ситадан немесе осындай өткізгіштен өткізіп салатын боламыз. Ол міндетті түрде, өйткені бірден ұнды бетіне салып жіберсеңіз, жаңағыдай тестаның арасында комок болып тұрып қалуы мүмкін. Одан кейін міндетті түрде 15-20 секунд қана араластыратын боламыз қамырымызды. Ұзақ араластыруға болмайды, көлемін жоғалтуы мүмкін. Қалған жан-жанын осылай лопатканың көмегімен араластырып жібереміз. Не көріп тұрғандарыңыздай, видеодағыдай астына үстіне осылай араластырамыз. Және де келесі кезек бізде осы тестамызды 4 бөлікке бірдей етіп бөліп аламыз. Әр тестамыздың ішінде қалауыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Жаңғақ, мейіз, курага. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоса берсеңіздер болады. Мен бұл жерде мак, какао, жаңғақ және де мейіз 4 түрлі корж жасап жатырмын. Осындай кольцомызға 22 диаметрде істеп жатырмын мен. Осылай фольгамызды видеода көрсетілгендей төсеп аламыз. Алдын ала печкаңызды қыздырып дайындап қойыңыз. Міне дайын массамызды құйып, бір келкіге бетін тегістеп жайып, және қызып тұрған пеште 15-20 минутта пісіріп алатын боламыз. Егер пешіңіз қатты қыздыратын болса, онда градусын төмендетіңіз. Міне коржымыз толықтай пісіп шықты. Келесі кезекте кольцомыздан шешіп алатын боламыз. Жан-жанын бірінші осылай ажыратып алыңыз кольцодан. Міне көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ әдемі болып шықты, көлемді әрі. Келесі кезек қалған 3 тестамызды да дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Тестамызды араластырған кезде осылай видеода көрсетілгенде асты үстіне қаратып араластырыңыздар. Міне біздің корждарымыз дайын. Келесі кезек бізде фольгаларын осылай алып тастаймыз.
корждарымыз суып дайын болғанша біз кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен сахарная пудраға және де творожный сыр екеуін бір ыдысқа салып, жақсылап іртігі жазылғанша бір тегіс қою қаймақтай крем болғанша араластырып аламыз. Және де келесі кезекте дайын болған творожный сырымызды сливкидің үстіне салып, тағы да оны да қою крем болғанша араластырамыз. Міне аз ғана уақыттың ішінде креміміз дайын болды. Көп араластырудың қажеті жоқ. Келесі кезекте тортымызды жинайтын боламыз. Міне кольцомыздың ішіне осылай салып, корж крем етіп, торттың барлығын жинайтын боламыз. Міне қалған толықтай кремнің барлығын осы корждарымыздың арасына кетіреміз. Және де мұның бетін пищевой пленкамен жауып, бетін бәрі жақсылап холодильникке бір күнге қоятын боламыз. Кешкісін жасап, бір түнге қойып қойсаңыздар, ертесі күні бетін қаптағанда әдемі және бір тегіс болып шығатын болады. Келесі кезек бізде тортымыздың сыртын қаптайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен міндетті түрде сахарная пудрамызды керектің мөлшерін осылай ситадан өткізіп аламыз. Және де бөлме температурасында еріп тұрған осындай маргаринімізді саламыз. Мен бұл жерде закрома қолданғанмын. 82% болса, сіздер қолдана берсеңіздер болады. Және екеуін жақсылап араластырамыз. Майымыз бен сахарный пудрамызды араластырған кезде көлемі кішкене ағарып, ұлғайғанша араластырамыз. Жан-жағын осылай ортаға лопатканың көмегімен жинап, оны да қайтадан араластырамыз. Міне креміміздің майын мен сахарный пудрасын араластырып алдық. Енді келесі кезекте творожный сырымызды саламыз. Және де оны да араластырамыз. Біркелкі крем болғанша араластырамыз. Қатты, прям ұзақ уақыт араластырып жібермеңіздер. Міне біздің тортымыздың сыртын қаптайтын креміміз дайын болды. Келесі кезекте осы ыдысында біз осылай астынан үстіне қарата біраз араластырып жібереміз. Өйткені бұл кремнің арасында ауа жүреді және сол ауаны шығарып тастауымыз керек. Ол біздің тортымыздың бір тегіс болып шығуына кедергі жасайды. Және сіз ол толықтай жаңағы ауаларын шығарып тастасаңыз, тортыңыз бір тегіс әдемі болып шығатын болады. Міне тортымызды дайын, бір күн алдын жаңағы холодильникке салып қойған тортымызды алып, енді келесі кезек
сыртын сәндейтін боламыз. Сыртын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Бұл жерде мен гүлдермен сәндейін деп жатырмын. Гүлді жаңағыдай жапырақтарын алып тастап, түбін бірінші фольгамен орап алыңыздар. Шпательдің көмегімен бір тегізетіп айналдыра отырып кремімізді толықтай жағып шығатын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Міне, тортымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын.